Қытайда Сяо Мао деген лақап атымен танымал тиктокер модель болған. Қытайдың тиктогында үлкен аудиториясы болған. Әрқашан тиктокта күліп, жарқырап, керемет өмірін көрсетсе де, жеке мына тиктоктан бөлек өмірі өте қараңғы болған. Бұл қыз начинающий баскетболистпен жүреді. Ол жігіт тоже тикток жүргізеді, бірақ тиктокта бұл қыздың сияқты подписчигі болмайды. Бұл қыз ол жігітке көмектеседі, жігіті болған соң. Және қалай подписчик жинау керек деген сияқты. Онымен қоса өзінің аккаунтында постоянно өзінің жігітін рекламировать етіп отырады. Жазылыңдар, тіркеліңдер деген сияқты. Ол жігіт 2 миллион подписчик жинап алған соң өзінің стримінде бұл қызды жамандап, мені манипулировать етеді, маған типа жақпайды деген сияқты бұл қызды әбден жамандайды. Ол аздай бұл қызды бай жігіттермен жүреді, маған изменять етті, екіқабат менен емес деген сияқты информация таратады жігіт. Оны естіген бұл қыз, мен ешкіммен жүрмедім, екіқабатпын, иә, бала сенікі, ДНК стик, мен саған доказать етем дейді. Бірақ жігіт айтады, маған қажет емес, бала да қажет емес, сен де қажет емессің деп тастап кетеді. Ол жігіт өзінің атын шығарып алу үшін бұл қызды әбден пайдаланған. Бұнымен жүріп жүргеннің өзінде де басқа қыздармен де жүріп жүрген. Бұл қыз жігіті тастап кеткен соң баланы алдырып тастайды, сөйтіп депрессия түсіп қалады. Депрессияның леченияларын алып жүреді, біраз уақыттар өте береді. Сонымен бір күндері Ли деген неизвестный жігітпен танысады. Ли деген жігіт стакандағы суға таблетка салып беріп, достарын шақырып, бұл қызды зорлап кетеді. Бұл қыз одан кейін қатты стресске түсіп, өзінің стримінде көрермендерге жолдау жасайды. Бұл менің соңғы видеом, мен шаршадым, басымнан өткен жағдайларды мен көтере алмаймын. Менің қолымда у тұр, мен осы уды ішіп, қазір көздеріңізше өлемін дейді. Жарты халық бұны пранк жасап жатыр деп ойлайды, жарты халық бұның депрессияда жүргенін түсініп, олай жасама деген сияқты уговаривать етеді. Жарты халық давай іш көрейік өлгеніңді деген сияқты солай айтады. Стримде уды ішкен кезде тамағы қатты қысып ұстап қалып, сонымен трансляция бітіп қалады. Арғарай бұл қатты аурумен асқазаны, ішкі құрылысын бәрі ауырған соң скорыйға звондайды. Сразу өліп кетпейді да. Скорый әкетіп, бірақ көмек көрсете алмайды, больницада өледі. Ең ауыры сосын болады. Бұның және крематорияға жіберген кезде бұның теласын бұларда Қытайда өртеп көмеді. Мына жерде видеоға сыймайды, келесі осыдан кейінгі видео енгізем и дальше айтамын. Қытай елінде ежелден келатқан бір дәстүр бар. Көне дәстүр, өліп кеткен баланы, жігіт кезінде өліп кетсе, үйленбей жатып, ол жігітке өлгеннен кейін өлген қалыңды қыз дейді. Яғни өзінің баласына призрачный той жасап береді. Чтобы ана өмірде жалғыз қалмау үшін жігіттің. Сол үшін өлген жігітке өлген қалыңды қыз дейді. Мына заманда ол заңсыз болса да, соны ұстанатын адамдар бар, 30-40% болсын. Сонымен мына қыздың денесі крематорияға барғаннан кейін, крематорияда жұмыс істейтін адамдар бұның семьясына, әке-шешесіне өтірік қандай синтетический күл бар ғой, сондайды салып, кувшинге өтірік күл беріп жүреді әке-шешесіне. Ал мына қыздың теласын өздеріне алып қалып, бұл қызды өртеп, бұл қыздың күлін сатпақшы болады ғой. Сонымен список бойынша бірінші заказ берген адамға звондайды, сөйтіп, бізде жас қыздың күлі бар, сіздің балаңызға керемет қалыңдық болады, жар болады ана өмірде. Сяо Мао деген известный модель, блогер деп айтады, бірақ заказ берген анау списокте тұрған кісі қорқады бұны известный личность деген соң, потому что егер тексеріп келген кезде олардың бәрі сотталады. Сонымен ол кісі отказ береді. Сонымен список бойынша екінші заказчикке звондайды. Бізде Сяо Маудың күлі бар, өте әдемі қыз, модель, сіздің өлген балаңызға керемет жар болады деп. Ол кісі келседі, бірақ келіскенмен полицияға звондап хабарлап қояды, маған Сяо Маудың күлін сатпақшы деп. Сонымен келісім шарт бойынша кездесетін жерде, яғни бұл қыздың күлімен өліп кеткен баласының күлін кездестіріп, жолықтырып, үйлендіру керек қой.
Сол сияқты кездесу болатын жерде полиция келіп аналарды ұстайды, қамайды. Бұл қыздың күлін қайтадан әке шешесіне береді. Байғұс қызға өлгеннен кейін де тыныштық бермеген ғой. Мына қыз 90 жылдары Қытайдың тележүргізушісі болған. Бұл қыз мэрдің любовницасы болған ғой. Сонымен екіқабат кезінде уже сроғы босануға жақындаған кезде ответственностьті алғанын қалағанда мэрдің, ол алғысы келмеген. Сонымен бұл әйелімен кездескен ғой мэрдің. Мына фотодағы мэр и оның әйелі осы әйелімен жолығып бар шындықты айтады, что өзінің екіқабат екенін айтады. Содан кейін ол тележүргізушіні жұмыстан шығарып жібереді. Жұмыстан шыққаннан кейін 3-4 күннен кейін із-түзсіз жоғалып кетеді ол тележүргізуші. Туыстары, бауырлары іздестіреді, полицияға береді, бірақ еш жерден таппайды. Жайлап оның данныйын бәрі базадан өше береді. Оның бәрін өшіріп отқан мына мэр. Бұл тележүргізуші сол күйі табылмайды. Ол 90 жылдар болған болатын. Содан кейін 2012 жылы Body World, мир тела, былайша айтқанда өлі адамдардың музейі Токиода өтеді. Яғни Японияда Токио қаласында бірінші рет осындай өлі адамдарды жәндегідей мумия қылып істеген, пластикпен қаптап, жәндегідей сасымайтын, шірімейтін қылып сөйтіп адамдарға мынау терілерін алып тастап, бұлшық еттерін, анатомиясын көрсетеді ғой адамдардың. Сол музейде мына екіқабат әйелді көрген адамдар сол тележүргізушіні есіне алады. Сол тележүргізушінің денесі шығар деген сияқты. Бірақ мынау фон Хагенс музейді ашқан, музей жүргізіп жатқан адам қарсылық көрсеткен ғой. Оның денесі емес, бұл дене менің әйелімнің подружкасының денесі. Өлер алдын келісім берген, что мен өлгеннен кейін менің денемді музейге қолдана беріңдер деп. Солай өлі денені тексеруге бермеген фон Хагенс. Енді ол делантты қозғамаған, егерде оның жәнде әке шешесі тірі болса, енді 22 жыл өтіп кеткен ғой. Әке шешесі тірі болып сотқа берсе, мүмкін тірлікті қайта қозғап анықтауға болар еді. Бірақ ешкім ол қызды іздемегеннен кейін сол күйінше жабулы қазан жабулы қалды. Негізі өлген адамдарды түрмеде ату жазасына кесілген адамдардан алады. Бірақ ешқашан екіқабат әйелді ату жазасына кеспейді. Сосын бұндай өлі денелерді 1995 жылдан бастап Қытайда пластикпен мумиялап сататын болған. Именно сол қалада жаңадегі мэр, сол қаланың мэрі болған ғой. Бұлар бәрібір басқа тірлікпен сотталып кетеді. Мына мэр коррупциямен сотталады, әйелі британдық бір бизнесменді өлтіріп қойған екен. Сонымен екеуі де сотталған. Өмір бойлық түрмеге қамалған. Ал тележүргізуші сол күйі табылмаған.